Алланың құдіретін қарасаңызшы, дұға қан құрамын небәрі 15 минутта өзгертеді екен. Америкалық ғалым әрі кардиолог Герберт Бенсон зерттеу жасап, осыны дәлелдеп шыққан екен. Дегенмен тарап жатқан ақпарат қаншалықты рас? Тексеріп көрдік. Тарап жатқан ақпарат манипуляция екен. Жазба авторлары шынайы жұмысты бұрмалаған. Гарвард медицина мектебінің профессоры Герберт Бенсонның еңбегі 15 минут ішінде қан химиясындағы өзгеріс туралы емес, стресс пен релаксация физиологиясына қатысты болған еді. Яғни мұнда әңгіме дұғаның өзінде емес, адамның өзін тыныштандыратын практикамен айналысында болып отыр. Толығырақ айтатын болсақ, 1975 жылы жарияланған релаксациялық жауап кітабында Бенсон әріптестермен бірге зерттеуге қатысушыларға медитациялық кезінде оттегі тұтынуын, жүрек соғу жиілігін, тыныс алуын және қан қысымы мен басқа да физиологиялық ерекшеліктерін өлшеген. Зерттеушілер тәжірибе кезінде дененің күйзеліс реакциясына қарама-қарсы күйге енетінін анықтаған. Яғни қарапайым медитация кезінде қатысушылардың жүрек соғу жылдамдығы мен тыныс алуы баяулаған, оттегі тұтыну азайған және бұлшықеттері босаңсыған дейді. Осы бақылауларға сүйене отырып, Бенсон табиғи физиологиялық релаксация реакциясы тұжырымдамасын ұсынған болатын. Оның пікірінше бұл күйге медитация арқылы ғана емес, сонымен қатар тыныш орта, бір қалыпты тыныс алу және бір сөзді жиі қайталау сияқты қарапайым әдістер арқылы жетуге болатынын атап өтті. Сонымен бірге Бенсон мұндай тәжірибелер медициналық емдеуді алмастырмайтынын, тек оны толықтыратынын атап өтті. Ал кейінгі зерттеулерде жазылғандай, релаксация реакциясын қалыптастыру үшін екі қарапайым қадам жеткілікті дейді. Алдымен сөзді, дыбысты, дұғаны немесе белгілі бір қимылды қайталау керек. Кейін ой бөлінген сайын оған алаңдамай назарды қайтадан бір әрекетке аудару керек дейді. Ал сіз жиі дұға жасайсыз ба және жасаған сайын қандай әсерге енесіз?